Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі қызық сабағын жүргізетін мен Ұлытау облысы Жаңарқа ауданы Атасу жалпы білім беретін мектебінің информатика-математика мұғалімі Сламқожа Зере Еркінбекқызы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз тригонометриялық келтіру формулалар. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты келтіру формулаларын қорытып есеп шығару. Балалар, біз математикада көбейту кестесін жаттаймыз, дәл солай бізде тригонометриялық функциялардың кестесі бар, яғни біз соны қалай оңай жаттау деген сұрақ туындайды. Сол кестені оңай жаттаудың әдісін мен сіздерге ұсынғым келіп отыр. Мен 5 саусақ әдісін ұсынғым келеді, Мен әр саусаққа сан берейін. 0, 1, 2, 3, 4. Енді біздің бірінші функциямыз синус деп алайық. Енді синустың біз 0 градустағы, 30 градустағы, 45 градустағы және 60 градустағы, сосын 90 градустағы мәнін есептейік. Енді қараңыздар, мен сандарды беріп біттім. Енді осылардың бөліміне 2 санын жазып шығамын. Енді қараңыздар, алымдағы сандарды түбір астына аламын. 0-ді түбір астынан алсақ 0, 0-ді 2-ге бөлсек 0. Яғни синустың 0 градустағы мәні бізде 0-ді береді. Енді қарайық. 1-ді түбір астынан алсақ 1, 1 2-ге бөлінбейді, сондықтан 2-ден 1 сол қалпында қалады. Арғартай, бізде түбір асты 2-ден шықпайды, сондықтан бұл тұрақты мән өзгеріссіз сол қалпында қалады. Яғни бізде 30 градустағы мәніміз ұмытып кетпейді, балалар, 2-ден 1 деп жазамын. Ал 45 градустағы мәні 2-ден түбір асты 2 болады. 3 түбір астынан шықпайды, сондықтан бұл да тұрақты мән болып, осылай өзгеріссіз қалады. Яғни 60 градустағы мәніміз бізде 2-ден түбір асты 3. Ал 90 градустағы мәнді есептесек, 4-ті түбір астынан алсақ 2, 2-ні 2-ге бөлсек, бізде 1 болады. Сонда 90 градустағы мәніміз 1. Міне, балалар, біз синусты тауып алдық. Енді біз мына қағиданы ұмытпайық. Бізде синус жоғарыласа, косинусымыз керісінше төмендейді. Яғни, ең бірінші сіздер осы синустың мәнін жаттап алсаңыздар, косинустың мәнін жаттау оңайға түседі. Яғни, синусымыз жоғарыласа, косинус төмендейді. Енді керісінше мен мына мәнді мына жерге жазамын. Мына мәнді мен мына жерге жазамын. Ал ортадағы мәніміз ол өзгермейді, сол қалпында қалады. 30 градустағы мәнді мен 60 градустағы мәнге апарам, 0 градустағы мәнді мен 90 градустағы мәнге апарам. Түсінікті ме, балалар? Енді бізде тангенс бар, балалар? Тангенстің формуласын білесіздер, мен мына жерге жазып кетейін. Ол бізде синус альфа мен косинус альфаның қатынасы. Енді синус альфа 0, 0-ді 1-ге бөлсек, ол бізде не болады? 0 болады, тамаша. Енді екінші 30 градустағы мән 2-ден 1-ді 2-ден 3-ге бөлген кезде бізде ол шығады мәні 3-ден түбір асты 3 болады. 45 мәнінде 2-ден түбір асты 2-ні 2-ден түбір асты 2-ге бөлсек, ол кезде бізде 1 шығады. Ал мына жерде бөлетін болсақ, бізде қысқарып кетеді, түбір асты 3 қалады. Енді 90 градустағы тангенстің мәні бізде, балалар, ол анықталмаған. Себебі 1 0-ге бөлінбейді, сондықтан оны біз анықталмаған деп қараймыз. Енді мына жерде бізде синус жоғарылайды, косинус төмендейді. Ал енді тангенс пен котангенсті алатын болсақ, тангенсіміз жоғарылайды, котангенсіміз төмендейді. Сондықтан міне тангенстің мәнін керісінше котангенске жазатын боламыз. Анықталмаған, одан кейін бізде түбір асты 3, біріміз өзгермейді. 3-тен түбір асты 3-ті аламыз, және 0-ді біз мына жерге жазамыз. Түсінікті ме, балалар? Яғни біз мына қағиданы міндетті түрде есімізде қалу керек. Синус жоғарылайды, косинус төмендейді. Тангенс жоғарылайды, котангенс төмендейді. Яғни сіздер синустың мәнін жаттап алсаңыздар, косинустың мәнін білесіздер. Тангенстің мәнін жаттап алсаңыздар, сіздер котангенстің мәнін міндетті түрде білетін боласыздар. Жақсы. Енді бізде осы 90 градустан жоғары 360 градусқа дейін мәндер бар, Оны қалай тез жаттауға болады және есептеуге болады, Соны көрейік.
келесі слайдымызға көшеміз. Міне, балалар, бізде келтіру формулалар бар, осыны бізде шығаруда көп қиналамыз. Енді бұл жерде біз жаңа 90 градусқа дейін жаттап алдық қой, 90 градусқа дейін жаттап алдық. Енді сол 90 градусқа дейінгі мәндерді пайдаланып, және мына қағиданы пайдаланып отырып біз есеп шығарамыз. Енді бізде мынау ширегіміз. Ширегіміздің 90 градусы бізде мына жерде, 270 градусы мына жерде. Мына жеріміз 360 градус болса, мына жеріміз 180 градус. Енді менің басымды осы ширек деп көріңіздер. Әрқайсыңыз өз бастарыңызда көруге болады. Менің шекем 90 градус, ал иегім 270 градус. Екеуін бірге қозғаймын. Аты ауысады. Міне, 90 градус пен 270 градуста бізде не істейді екен, балалар? Аты ауысады. Ал енді менің сол жақ құлағым 360 градуста, оң жақ құлағым 180 градус. Екеуін бірге жұмыс етемін. Жоқ, аты ауыспайды, балалар. Енді сонда біз осы қағиданы міндетті түрде миымызға құйып аламыз. Қайтадан айтам, 90-дағы 270 градуста бізде аты ауысады. 180 мен 60 градуста жоқ, аты ауыспайды. Осыған мысал келтірейік, балалар. Мысалға, синус 210 градус дейін, 210 градусты есептейік. Тең синус кішкене 210-ға жақындатамыз да, біз 180 градусқа қосамыз 30 градусты. Енді балалар, мына жерде қарайықшы, синус 180 градуста бізде не істейді? 180 градуста аты ауыспайды. Яғни, ары қаратай синус 30 градустың мәнін береміз. Синус 30 градустың мәні бізде неше еді, балалар? 2-ден 1. Енді бізге табу керек болған синус 210 градус. Міне, бұна біздің синус функциясындағы ширегіміз, бізде синус 180-міз міне мына жерде. 180-ге біз қосамыз 30 градусты, ол шамамен мына жер, 210 градусымыз. Яғни, қандай таңбамен болады? Минус таңбасымен болады. Енді біз табамыз синус 210 градусты кестеден. Синус 210 градусымыз міне минус 2-ден 1 орындалды. Яғни, аты ауыспады. Енді косинус 330 градус есептейік. Косинус 330 градус. Ал балалар, қалай ойлайсыздар? Жуықтап, қалай нетеміз? Тамаша. 270-ге қосамыз нешені? 60 градусты. 270-ге қосамыз 60 градус. Енді қарайықшы, 270 градуста бізде не істейді? Аты ауысады. Яғни косинусыз біздің синус болып ауысады. Көрдік қой. Енді альфасын жазып қойайық. 60 градус. Синус 60 градуста бізде неше мәнді береді? 2-ден түбір асты 3. Енді косинусымыз міне. Косинусымыз 270 градусымыз мына жерде. Міне 270 градус. Оған қосамыз 60 градусты. Шамамен біздің 330 градусымыз осы жерде болады. Сонда таңбасы қандай болады? Плюс болады. Яғни өзгермейді. Ал косинус 330 градусымызды қарап шығайық. Міне, плюс 2-ден түбір асты 3. Балалар? Ал балалар, менің әдісім сіздерге түсінікті ме? Онда менімен ойын ойнауға дайынсыздар ма? Тамаша, кеттік. Ал балалар, ойынымызды бастайық. Кеттік. Дайынбыз ба? Бірінші сұрағымыз, косинус 330 градуста мына 4 жауаптың қайсысы сай келеді? Ал кеттік. Тамаша, балалар, қайсысы дұрыс? Синус 60 градуста аты ауысады. Кәнеке, жауабын тексеріп көрейік. Тамаша, келесі сұрақ. Тангенс 225 градустағы жауабымыз мына 4 жауаптың қайсысы сай келеді?
Тамаша балалар, әрине тангенс 45 градуста жауабы 1, аты ауыспайды. Кәнекей тексеріп көрейік. Керемет балалар. Келесі қызық сабақта кездескенше сау болыңдар.